Сәлем достар, амансыздар ма? Мен қазір сіздерге мына бизнес седанды қысқаша шолып өтетін боламын. Бұл бізде Lexus ES 300 жоғары санаттағы ең премиум санатындағы бізде бизнес седан. Міне алдыңғы көріністі көріп тұрсыздар. Бізде алдында міне байқаған болсаңыз, алдында передний, яғни алдыңғы жақты көрсететін камера бар орнатылған, және өте жылтырақ әдемі дүниеге белгілі Lexus сауда белгісі. Алдыңғы көрініс өте ғажайып құрастырылған, құрметті достар. Бізде міне инженерлік орнатылымдар, инженерлік құрылғылар да өте ғажайып, өз орнына тіпті құйып қойғандай. Енді тіпті айтуға, мақтауға енді сөз жоқ достар, бәрі керемет. Бірақ әрине маркетологтардың да үлесі бар. Мында лед шамдарымызды көріп тұрсыздар, өте жоғары сапалы. Міне бізде Lexus'ымыздың барлық данныйлары. Lexus ES 350 седан. Қозғалтқышымыз 3,5 литр, 8 басқышты автомат седан. Ақ түсті, шыққан жылы су жаңа, құрметті көрермен, 2021 жылы шыққан. Автокөліктің өзінің бағасы 32.770.000 теңге. Қосымша жабдық орнатылған, сонымен жалпы бағасы 33.249.000 теңге, құрметті көрермен. Әрине бұл дәл қазіргі әлеуметтік жағдайды алып қараған кезде әрине қымбат. Бұл қымбаттау, қарапайым халық ала алмайды. Бірақ керемет автокөлік. Мына бізде алдыңғы крыламыздың асты, міне бізде Bridgestone шинасы орнатылған. Міне неміздің астында көріп тұрсыздар, пластмасса бәрі. Енді жоғары санаттағы көліктер ғой, бұларға тіпті минус жақтарын табудың өзі бұларды өте қиын болады. Бірақ әрине маркетологтардың үлесі бар. Бізде мұнда размерді көріп тұрсыздар, 235-45R18, яғни біздегі дөңгелектеріміз 18 дюймдік, құрметті достар. 235-45R18. Жаңағы бұл мен айта ізін жалғастырып кететін болсам, достар, біз енді мына ТМД елдер, Қазақстан елдерінде сыбайлас жемқорлық жүйесі өте өршіп тұрыпты. Сол себепті менің бір қынжылатыным, құрметті көрермен, бұл автокөліктерді ешқандай да ғылымға, білімге, бір ешқандай неге еңбегі сіңбеген адамдар мініп жүреді. Сол жағына әрине бәрі де сол сыбайлас жемқорлық. Міне бізде алдыңғы есіктің ішкі картасы, құрметті көрермендер, өте барлығы тиянақтап өз орнымен жасалынған. Жұмсақ, бізде көрдіңіздер, жұмсақ бәрі. Пластикте жұмсақ, кожамен қапталған, былғармен. Вставкаларымыз бәрі ағаш түсті, яғни орысша ставка дерева дейді, өте керемет. Орындары міне алюминий типтес хромдалған, хром түсті. Мына бұл жерде бәрі былғары, бәрі кожа былғары. Сонымен жаңағы неміздің ізін жалғастыратын болсам, құрметті көрермен, бұндай автокөліктер шетелде әрине еңбек сіңген, бір адал жолмен табатын адамдар мінеді ғой енді. Бұнда бізде тек қана өздеріңіз білесіздер, әрине сол шенеуніктер, сол жемқорлар, тағы да сол сияқты нелер мініп жүрген, әрине өкінішті, өте қынжылтады. Осындай масқарашылықпенен замандас болып жасап атқаныңа өкінесің. Міне бізде орындықтарды көрдіңіздер. Автоматты түрде жылжиды бәрі. Жүргізушінің орындығы, міне көрдіңіз, бәрі таза былғарымен қапталған. Салонның ішінде енді сөз жоқ, енді құрметті көрермен. Бәрі өз орнында тұянақтай қылып, бәрі жинақталған, қолмен қойғандай. Міне біздің немізді көріп тұрсыздар. Алдыңғы не ашатындарымыз, мына батырмаларымыз. Руль бізде, руль жылжытатын істемейді, себебі аккумулятор жаздырулы тұр, құрметті көрермен, сол себепті істемей тұрыпты.
барлығы керемет. Енді мына алдыңғы рулімізді көрдіңіздер міне. Алдыңғы руліміз мультируль. Тігістері міне. Мына батырмалары, тігістері, ортаңғы несі. Әрине бізде кожа, таза кожа, а мына тігістері ол шынымен де реальный тігіс, ол обманка емес. Мында орталық консольді көрдіңіздер міне. Тіпті ешқандай кемшілік жоқ, бәрі орнында, барлық нелер. Алдыңғы сиденье міне, құрметті көрермен, төбемізде бізде панорамный крыша, бізде панорамалық. Мында бізде эроглонас дейміз, сос, яғни қиын жағдайға түскен кезде оператормен байланыса алады. Біздің міне козиректе козиректе айна орнатылған. Алдыңғы панелімізді көрдіңіз бе? Есікпенен бірге ары қарай жалғасып кетеді, өте керемет. Сонымен осындай автокөлік бізде, құрметті. Артын бір көрсек, енді мына артқы есіктің ішкі картасы. Достар, артқы есікте өте қолай және жоғары сапамен жасалынған, жұмсақ кожа бәрі міне. Бұл жерде жай ғана простой материалдың өзі жоқ, бәрі жоғары сапалы материалдар. Мына тігістер әрине оригинал тігіс, бұл обманка емес, құрметті көрермен, шынайы сабақпен тігілген. Мына нелеріміз бізде ешқандай мына шумоизлагающий дейді ғой, ішке отырғанда ішке дауыс ешқандай сырттан естілмейді. Әрине бұл енді жоғары санаттағы көліктер ғой. Бұл автокөліктерді мына біздің шторымыз міне күн сәулесінен қорғайтын. Енді бұл жоғары санаттағы көлік болғасын, бұған енді қарапайым адамның қолы жете бермейді, әрине. Сол себепті барлық жағдай жасалынған. Бізде міне Марк Левинсон деген әлемге танымал, өте дүние жүзіне белгілі музыкалық аспаптарды шығаратын компания. Яғни бұл автокөлікте отырсаңыз, құрметті көрермен, жүріп бара жатырған кезде бұл автокөлікте мына музыка әуені өте тынық және өте жоғары сапаменен естіледі, тынық. Сол себепті мына Марк Левинсонның мына несінің өзі бәленбай бағада тұрады. Бұны тек премиум санатта автокөліктер ғана орнатады. Әрине бәріңіздің хабарыңыз бар. Мынау біздің есігіміздің несі, жапсырылған жерлері міне, сиденьеміздің артқы көрінісі бәрі төбеде міне көріп тұрсыздар. Панорамалық бізде крышамызды, анау ұзын былай жабылады. Неткенде ашып қойып нетсек те болады. Өте кең, құрметті көрермен, көрдіңіздер ме? Өте кең. Бұл енді автокөліктер әрине тек қана екі адамға арналған ғой. Міне артқы жолаушыларға да барлық қолайлықтар жаратылған. Міне телефонды немесе планшетті қуаттауға арналған нелер. Мынау міне батырмаларымыз біздің мына нені жылытатын сиденьемізді. Мынау біздің барымыз, яғни подлокотнигіміз. Бұл әрине көтеріледі, түсіріледі, жиналады, универсал. Бірақ сонда да бұл автокөлік тек қана екі адамға арналған. Артқы орындық екі адамға арналған. Біздің артқы немізді көріп тұрсыздар, артында да штор бар. Яғни штор автоматты түрде көтеріліп түсіріледі. Мында үлкен колонканы көрдіңіздер, құрметті көрермен, міне. Тіпті бірыңғай ұзынына кеткен колонка. Жаңағы айтқандай, бұл Марк Левинсонның үлесі, құрметті көрермен. Марк Левинсон, осы автокөлікте отырсаңыз, сізге сол қолынан келгенше тынық әуен беруге әрекет етеді. Өте бір қарағанда жалпы көзге өте әдемі тасталады. Себебі мына түсі бір-бірімен өте үйлесіп тұрды. Әрине бұның ақ түстес, қызыл түстес былғарлар болады, бірақ мына чёмный түсі, қара түсі жақсылау. Мында біздің подлокотнигіміздің іші поролон материал, орташа тереңдікте. Сонымен, құрметті көрермендер, бұл автокөлігіміз әрине жоғары санаттағы автокөлік болғасын, бұның енді жаңағыдай
біздің тмд елдерінде әттең еңбегі сіңбеген адамдардың мініп жүргені әрине өте өкінішті. Сол жағынан мен қынжыламын. Себебі ол мың жерден сізде талантыңыз, біліміңіз болса да, бұл автокөлікке қолыңыз жетпейді. Адал жолменен жетпейді әрине. Мына артқы біздің көрінісіміз. Артында міне камера бар, көріп отырсыздар. Камера міндетті түрде болады ғой. Сонымен ізін айта кетемін. Мына біздің компаниямыздың номері міне 74-15-15. Осы біздегі Ақтөбе, Lexus Ақтөбеге хабарласып, осы нөмірлерге қоңырау шалып, осы автокөлік туралы барлық мағлұматтарды ала аласыздар. Хромдалған мына жапсырмаларымыз өте жарасып тұрыпты, өте жоғары сападағы. Мында артқы тереземіз әрине қараңғыланған, тонировка жасалынған. Мынау бізде акулый плавник, яғни акуланың қанаты сияқты. Бұл да антенна, яғни бұл нені ұстайды, жаңағы не дейміз, GPS арқылы интернет ұстайды. Артқы көрінісіміз бұлай жалпыламай қарағанда. Енді сөз жоқ, енді өте жоғары сапамен құрастырылған, жасалған автокөлік қой міне. Жаңағы енді алдағы уақыттары әрине қарапайым халыққа, бәрімізге, құрметті көрермен, осындай автокөліктерді бұйырсын, несіп етсін дейміз. Мына артқы неңізде көріп тұрсыздар, штор бізде, шторлар. Яғни тіпті тонировка болмаған кезде де штор көтеріліп тұрса, яғни артында ешкім көрінбейді, артында отырған жолаушылар көрінбейді. Бұл тек қана күн сәулесінен емес, яғни жаңағы артықша көздерден де сақтайды. Әрине қымбат сұлу автокөлік, бірақ бұл сұлулыққа жаңағыдай адал емес нәрселер араласып мінгесін, әрине қынжыласың. Міне ішкі неміз бізде. Темадан ауытқып кетіп отырмыз, кешіресіздер құрметті достар. Міне есігіміздің астыңғы несі, резиналары қабат-қабат көрдіңіздер ме, өте жоғары сапамен орнатылған. Яғни сол ішкі неге ештеңе естілмесін, кірмесін, яғни шаң тозаң майдан елер. Енді бәленбай миллион төлегесін, әрине сапада болу керек қой. Бізде алдыңғы жолаушымыздың көрдіңіздер ме достар, алдыңғы жолаушының да сиденесі автоматты түрде жылжиды, яғни бапталады, өзіне қолайланған бапқа сәйкес бапталады. Мынау бізді көріп отырсыздар, алдыңғы панеліміз бәрі орнында, тіпті еш нетуге еш сөз жоқ. Міне батырмаларымыз ондай көп жинап жатқан жоқ, бәрі бір 7-8 10 шақты батырма өз орнында. Мына селекторымыз бізде, автомат коробкамыз, міне басқа да мында құрылғыларымыз қосымша бәрі өз орнында, яғни артықша ештеңе жоқ бұл жерде, құрметті көрермен. Міне өзіңіз көргендей. Құрметті көрермен, әрине бәрімізге осындай автокөлік несіп етсін деп қаламын. Алдыңғы міне нені көрдіңіздер, алдыңғы нені, артқыны көрсететін нені, айнаны, задний вид дейміз. Өте бір үшбұрыш ғажайып несі екен, формасы өте идеальный шыққан алдыңғы көрінісіміз, құрметті достар. Сонымен қысқаша немізді аяқтайық.